Шыңғыс Айтматов. Шынарым менің, шырайлым менің. Шофердің әңгімесі. 7 бөлім. Кештетіп үйге келдім. Теңселіп табалдырықта тұрып қалдым. Бір жеңі ғана киілген шолақ тоным салбырап кеткен. Кейде рульді ұстауға ыңғайлы болсын деп оң қолымды босатып қоюшы ем. Осы әдетім тас лақтырып құлаш жарыстырған бала күнімнен бар болатын. Әсел маған ұмтылды да аң-таң боп үрейлене тұрып қалды. Не болды саған, Ильяс? Мән жайға содан кейін барып түсінді. Неғып тұрсың ал? Шаршадың ба? Тоңған шығарсың. Шешінсеңші. Ол шешіндірейін деп ұмтылып еді, ләм-мим демей итеріп жібердім. Ұялғаннан дөрекілікке басып жатырмын. Сүрініп қабынып жүріп, бірдеңені салдыр еткіздім де орындыққа сылқ етіп отыра кеттім. Не болды саған, Ильяс? Әсел жаныма кеп, мастықтан кілгіріп кеткен көзіме үрейлене үңілді. Немене? Сен білем ғой деймісің? Басымды салбыратып жібердім. Тіктеп қарайлар емеспін. Әсел қашан жасағанға шағынып қарғап сілер екен деп отырмын. Не айтса да көнбекпін. Ақталар жайым жоқ. Бірақ Әсел тіпті үн қатпады. Үй ішінде адам жоқ сияқты. Көз қиығын салып ем, терезе алдында теріс қарап тұр екен. Жүзін көрмесем де оның қайғырып тұрғанын, көзінде жас барын анық сездім. Аяп кеттім. Жүрегім қысып барады. Әсел, білесің бе, саған айтайын деп ем. Кібіртіктеп әрең бастадым. Саған айтқым келгені, үнім өшті. Тынысым тарылып барады. Шынымды айтуға батылым жетпеді. Өңі түгіл түсіне де кірмеген нәрсені қайтып қана айтармын. Аяп кеттім. Бірақ бекер сөйттім. Өзімді өзім көндіре алмадым сол бір сәт. Сіздің ауылға жуырда бара алмайтын шығармыз. Әңгіменің бетін басқа жаққа бұрдым. Кейін бір қалт еткенде, қазір оған мұрша жоқ. Жарайды, солай ақ болсын. Кейінірек барамыз. Асығатын түгі жоқ, деді Әсел. Көзін сүртіп қасыма келді. Қазір оны ойлап, басыңды қатырмай-ақ қой, Ильяс. Өз жайыңды ойла одан да. Бір түрлі қызық болып кеттің өзің. Сені танымай қалам, Ильяс. Қой енді, жарар, деп сөзін бөліп жібердім. Батылым жетпегеніне замым келді. Шаршадым, ұйқым келді. Тағы да бір жағынан бірдеңе деп қойып, өтірікке белшемнен батпай тұрғанда ұйықтаған боп жатып қалу керек болды. Әсел ананы мынаны сұрап мазалаған жоқ. Ағынан жарылып, бәрін айтып салуға қанша оқталсам да дәтім барар емес. Әр нәрсенің уақыты бар екен ғой. Болған жайды Әселге ешқашан айтпайтынымды мастығым айыққан соң ғана барып білдім. Неге екенін өзім де түсіне алмадым. Арада бір күн өтті. Қайтар жолда асудың сыртында Әлбек кездесті. Ол тіркеумен келе жатыр екен. Доланды тізгіндеп алғаны ғой. Мені көре сала, кабинаның оң жақ есігін ашып қолын бұлғады. Мен де жылдамдықты азайттым. Әлбек жолдың үстіне шықты. Көңілді, мәз-мейрам. Сәлем, Ильяс, шық, темекі тартайық деп айғайлайды. Өтіп барып тоқтамақ болдым. Әлбектің кабинасында рульді басқа бір жап-жас бала ұстап отыр. Машинаның доңғалақтарына шынжыр орап тастаған. Тіркеуге пневматикалық тормоз орнатқан, бірден байқадым. Қой, тоқтар жайым жоқ. Шамыма тиіп кетті. Сенің қолыңнан келген екен. Құбақып, маған тиісуші болма бірақ. Тоқтай тұр. Әлбек соңымнан тұра жүгірді. Шаруа бар бір. Тоқташы, Ильяс. Ту, шайтан-ай. Не болды саған? Жарайды, өзің біл. Машинаны қаттырақ айдадым. Бақырып қайтесің. Не шаруаң болушы еді менде? Менің шаруам әлде қашан біткен. Әлбек жан досым еді. Бос қайырылдым. Оның айтқанының бәрі рас. Қазір біліп отырмын ғой. Бірақ ол кезде өкпемді кешуге шамам жоқ еді. Менде қаншама азап шегіп, жүйкемді құртып, қолымды жеткізе алмай жүргенде бәрін оп-оңай тындырды. Әлбек байсалды, ойлы жігіт еді. Ол асуға мен құсап тентек боп жалғыз бармас еді. Әлбекте ондай мінез жоқ. Күштілігі де сол. Қасына жәрдемші қосып ап дұрыс жасады. Шаршағанда ауысып отырады. Тың күш қойсын ба?
Мотормен, жүректілікпен, күшпен ғана аласың асуды. Қасына серік қосып алғасын Әлбек жүріс уақытында 2 есе азайтты. Ол соның бәрін ескерді. Машинаның компрессорымен жалғастырып, тіркеуге тормоз жасады. Кәдімгі шынжырды да бос қалдырмай, артқы доңғалақтарға орап тастады. Асуға ер қару 5 қаруды сайлап ап тиісті ол. Даурығып құр қол барған жоқ. Сөйтіп, доланды басып тіркеумен де жүре беретін болды жұрт. Әлбектен соң басқалар да тіркеу қосып алды. Оңай болған жоқ. Бірақ нені болсын ең алдымен бастау қиын ғой. Машина көбейді. Көрші автобаза қол ұшын берді. 1,5 апта бойы Тянь-Шань жолында мотор гүрілі күні-түні бір тынған жоқ. Қаншама қиын болса да, Қытай жұмысшыларының тілегі дер уақытында орындалды. Ұятты болған жоқпыз. Солардың ішінде мен де бармын. Арада талай жыл өтіп, ыстық суығы басылғасын айтып отырғаным ғой. Әйтпесе, ол кездегі менің бұл халімді айтпа. Аяқты шалыс басқан соң, асудың сыртында Әлбекке кездескен күні автобазаға кеш қайттым. Жатақханаға беттеп бара жатып, орталық көшеге бұрылып кетпесім бар ма? Салып ұрып, тағы да шайханаға бардым. Сол бір күндері есімнен танып мас болғанша ішкім келе берді. Сөйтіп, аз уақытқа болса да бәрін ұмытып, сілейіп тұрып ұйықтасам деймде тұрам. Көп іштім, зорлап іштім. Бірақ арақтың түк қызуы болмады. Шайханадан бұрынғыдан бетер ренжіп, ашу қысып шықтым. Түннің бір уағында қала кезіп келем. Тіпті ештеңені ойлап жатпай-ақ, жағадағы көшеге бұрылып кетіп, Хадиша қайдасың деп тартып кеттім. Ол да мені күтіп отыр екен. Сол-ақ екен, салып ұрып жетіп барам. Сөйтіп, 2 бірдей оттың ортасына түстім. Күнді жұмыстамын. Ал автобазада қалған күні кешкісін бірден Хадишаның үйіне тартам. Өзімді сол жаққа тартады да тұрады. Хадишамен бірге болу жайлырақ, тыншырақ сияқты. Жұрт көзінен, ащы шындықтан, өзімнен өзім қашқанда сонда барып қана паналайтын, тәріздімін. Хадиша мені сүйетінде, ұғынатында сияқты көрінеді. Үйге келсем болды кетіп қалуға асығам. Әсел жаным менің. Өзінің сезінгіштігі, рухани тазалығы жанымды қоярға жер таптырмайтынын сезсе ол. Сол мінезін көрген соң, тезірек кетіп қалуға сылтау іздеймін. Оның қамқорлығына, өз басыңа лайық емес екенін біле тұра, қайтып қана қаларсың қасында. Үйге талай рет мас болып келдім. Ал Әсел ренжігенін де білдірген жоқ. Бұл оның әлсіздігі, жасықтығы ма, әлде адамға сенгендігі, қайраттылығы ма екен? Әлі күнге дейін түсінбеймін. Әрине, ол маған сенді. Өзін өзі тыяр, баяғы қалпына түсер адам болар деп күтті. Одан да ол ұрсып-сөгіп, шынымды ақтарғысы етті. Бәлкім, мені қинап жүрген тек жұмыстың жайы ғана емес екенін білсе, Әсел жауап берер ме еді, кім білсін. Сол күндері менің қандай болып жүргенімді ол білген жоқ. Мен болсам оны аяп, әңгімені күнде ертеңге қалдыра бердім. Сөйтіп, үй ішіміздің, махаббатымыздың, Әселімнің алдындағы күнәмді айта алмай-ақ кеттім ақыры. Соңғы рет Әсел мені қуанып, көңілді қарсы алды. Жүзі бау-бұл жанып, көзі жайнап, жайраңдап жүр. Тонымды, етігімді шешуге мұрша бермей, сүйрелеп бөлмеге енгізді. Қараш, Ілияс, Самат тәй тұрып жүр. Қой шай, қайда өзі? Әне, столдың астында. Еңбектеп жүр ғой. Қазір көресің. Ал балам, тәй тұратынды көрсетші папаңа. Келе ғой, Самат, келе ғой. Не айтып тұрған Самат кәдімгідей түсінген сияқты. Ол столдың астынан мәре-сәре боп еңбектеп шықты да, кіруаттың жанына кеп тоқтады. Сосын кіруаттан ұстап зорға деп түрегелді, жымиып қояды. Кішкентай аяқтары майысып біраз тұрды да, сол күлімсіреген бойда ет бетінен еденге құлай кетті. Жүгіріп барып бас салып құшақтап қысып жатырым кеудеме. Емшектегі баланың жас иісі келеді мұрныма. Қандай дейсіз, сол иіс. Әсел жанымның өзінің иісі аумаған. Тұншықтырып аларсың, байқа, Ілияс. Әсел баланың қолын алды. Ал енді не дер екенсің? Шешін.
Әлі білген жігіт болады. Мамасы да жұмысқа тұрады. Бәрі де болады. Бәрі де орнына келеді. Солай емес пе балам, ә? Ал сен болсаң? Сол мұңды жүзбен маған күлімсірей қарады Әсел. Орындыққа отыра кеттім. Сол бір күндері жанын жеп, көңілінде жүрген ойдың бәрін осы бір-екі ауыз сөзбен айтып тастады. Тілек те, кінәлау да, үміт те табар еді сол сөзде. Бәрін айтып кетіп қалсам ба деп бір тұрдым. Бірақ айтпай, жай кеткеннің өзі жақсы. Әсел сол сәт соншалықты бақытты еді. Ойында да неме жоқ. Орындықтан түрегелдім. Жүрем мен. Қайда барасың? Әсел шошып кетті. Бүгінде қалмаймысың? Шай ішіп кет болмаса. Жоқ, жүруім керек деп міңгірледім. Өзің білесің ғой жұмыстың жайын. Әрине, жұмысқа бола кеткем жоқ үйден. Жолға ертеңгісін шығуым керек еді. Қараңғыда машинаны әзер тауып, бойымды билей алмай сылқ етіп отыра кеттім. Қасірет оты өртеп барады. Кілтті сұға алмай біраз әуре болдым. Жолға шығып, терезенің оттары көрінбей қалғанша жүре бердім. Көпірден өтіп, сайға жеткен соң, жолдан бұрылып, машинаны бір топ бұтаның арасына жасырып, фарды өшірдім. Сонда түнеп шығайын дедім. Папирос алдым қалтамнан. Қорапта бір тал сіріңке қалған екен. Шырт етіп жанды да сөніп қалды. Қорап мұрабымен папиросына қоса лақтырып жібердім. Тонымның жағасын көтеріп, аяғымды бауырмап, бүктеліп құлай кеттім орындыққа. Қарауытқан ызғарлы тау шыңдарына ай күңгірт сәуле төгеді. Шатқалды қуалай соққан ызғырық кабинаның ашық тұрған есігін сықыр-сықыр еткізіп қозғап қояды. Үй ішімнен, жолдастарымнан, барша жұрттан айырылып, құлазып, жалғыз қалғаным кабинада жатқанда есімнен бір шықсайшы. Сөз бұйдаға сала беріп болмас. Рейстен автобазаға қайтып келісімен Хадишаға мән жайды бүкпей айтып, енді бәрін ұмыт деп кешірім сұрауға бекіндім. Сөйтіп адалына көшкен жөн. Бірақ өмір өз дегенін істетеді. Бұлай болар деп ойлаппын ба? Арада бір күн өтті. Қайтып келсем үйімде жан жоқ. Есік ашық, қаңырап тұр. Алғашында Әсел отын суға шығып кеткен шығар деп ойладым. Алақтап айналама қарайым. Бөлменің іші ыбырсып шашылып жатыр. Иесіз үй сияқты азынап тұр. Жағылмаған қара пештен ызғар келеді. Саматтың кроватына жетіп барсам, о да бос. Әсел деп үрейлене сыбырлайым. Қаңырап тұрған үйде Әсел деп күбірлегендей болады. Жан шырып сыртқа шықтым. Әсел! Деп бүкіл ауланы басыма көтере айғайлайым. Ешкім үн қатпайды. Жүгіріп көршілерге бардым. Бензоколонға бардым. Ешкім жөнді ештеңе білмейді. Кеше баласын таныс біреулерге тастап, күн ұзаққа бір жаққа кетіп еді, түнделетіп қайтып келген. Үйде болатын десті. Қой, кетіп қалған ғой, кетіп қалды деп, сұмдық ойдан тұла бойым тітіреп кетті. Бақытсыздыққа ұшыраған дәл сол бір күнгідей машинаны тау-таудың арасымен өмірімде мұнша қатты айдамаған шығармын. Сонау бір бұрылыста, сонау бір шатқалда, әйтеуір жолшыбай Әселді қуып жететін сияқты болдым да тұрдым. Қыранша самғап, машиналардың бірінен соң бірін қуып жетіп, сәл аялдай беріп, кузовын, кабинаның ішін қарап өтемде ілгері тартам тағы да. Ауыздарына келгенін айтып шоферлар қалады. Сол бетіммен тоқтамастан 3 сағат бойы төпедім. Радиатордағы су қайнап кетті. Кабинадан қарқып шығып, радиаторға қар шашып жатырмын. Ойға түсіп су әкеп құйып жібердім. Радиатордан будақ-будақ бу шығады. Екі бүйірін соғып, болдырған аттай машина тұр. Рульге қолым тигенше болмады. Тіркеумен қарсы келе жатқан Әлбектің машинасын көзім шалып қалды. Қуанып кеттім. Сөйлеспей, амандаспай жүргеніміз рас. Бірақ Әсел сол үйде болса айту керек қоймаған. Жүгіріп жолдың үстіне шығып қолымды көтердім. Тоқташ Әлбек, тоқтай тұр. Рульді ұстап отырған серігі қайтем дегендей Әлбекке қарады. Әлбек түсін суытып теріс айналып кетті. Машина тоқтамай өте шықты. Үсті басым қар-қар боп, қолымды көтерген бойы жол үстінде сілейіп тұрып қаппын. Сосын барып бетімді сүрттім.
Сыйға сый, сыраға бал деген осы. Өкпелеп жатуға мұрша жоқ. Әсел әлбектердікіне бармаған болды. Мұнысы тіпті қиын. Ауылына кеткен болды ғой. Әйтпесе басқа барар жер жоқ. Өз үйінің табалдырығын қайтып аттады екен. Не деді екен Әсел? Аялдамай ауылға тарту керек. Жүкті түсірдім. Бірақ автобазаның ауласына кіргем жоқ. Машинаны сыртқа тастап, документтерімді тапсырайын деп жүгіріп диспетчер бөлмесіне бардым. Кіре берсе Жантайға соқтығып қалдым. Ештеңе демеді. Жақтырмай тыжырайған бойы өте шықты. Ентіге басып, диспетчер бөлмесінің терезесінен басымды сұғып жіберіп, жолдаманы Хадишаның алдына тастай салдым. Маған бір түрлі таңырқай қарады ол. Көзінде әлде қандай өкініштің, үрейдің белгісі бар. Ал шапшаң дейім. Не болып қалды? Әсел үйде жоқ. Кетіп қапты. Не деп тұрсың өзің? Өңі қашып ұшып түрегелді Хадиша. Еріндерін тістеп, әзер-әзер сөйлейді. Кешір, Ілияс, кешіре көр, Ілияс. Менің не? Айтшы жөндеп, бәрін айт. Ішке кірейін деп есікті айқара ашып ұмтылдым. Қалай болған өзім де білмеймін. Шынымды айтам, Ілияс. Кеше вахтер терезені қағады. Бір қыз кеп тұр. Сені көргісі келеді дейді. Қызды мұнда кел деп шақырды да өзі кетіп қалды. Әсел екенін бірден тани кеттім. Үнсіз қадала қарап, рас па деп сұрайды менен. Есім шығып кетті. Я, рас, бәрі де рас. Менімен бірге ол деппін. Терезені сарт еткізіп жаба салды. Стол үстіне сылқ ете түсіп еңіреп жатырмын. Ілиясым менің, Ілиясым деп қоям ақымақ басым. Коридорды бойлап жүгіре жөнелді Әсел. Сосын қайтып көргем жоқ оны. Кешіре көр. Тоқташ, қайдан білген ол? Жантайш, мені де қорқытып кетті келіп. Ол оңбағанның жайын білмеуші мен? Білем, осы жолы бір шынын айтқан екен. Сен бар, Ілияс, Әселге бар. Тауып ал. Араларыңа тікенек болмаспын енді. Қысқы дала. Машина зырлап келеді. Қара қошқылданып қалған, сіресіп қалған жол тастай қап-қатты. Күртіктердің үстімен сырғып ескен жел, арықтардың ішінде жатқан қаңбақтарды әлде қайда қуалап барады. Алыста, тау баурайында ауылдың жапырағы түсіп жалаңаш қалған бақтары, дуалдары қарауытады. Колхозға кешқұрым жеттім. Өзіме таныс ауланың жанына тоқтап, буынымды бекітейін деп темекі тарттым. Темекінің қалдығын өшіріп, машинаны пепілдеттім. Әселдің орнына шешесі шықты. Иығына тон жамылып алған. Есікті ашып табалдырыққа түстім де ақырын ғана «Сәлематсыз ба, апа?» дедім. Сен бе едің келген? Деді ашуға мініп. Апа деуге аузың қалай барады? Жоғал көзіме көрінбей оңбаған, сыған қаңғы бас неме. Балапанымның басын айналдырып ап, кеп тұрғанын қараш енді. Бақырайған көзің құрсын, ұяттан жұрдай болған. Қартайған шағымызда. Кемпір аузымды аштырар емес. Аузына келгенді айтып ұрсып жатыр. Айғай-ұйғай дауысқа көрші қолаң, бала шаға жинала бастады. Жоғал, жұртты жинамай тұрғанда, кет солай масқара боп. Көрмегенім сен болсын. Ашулана төне түсет маған. Иығындағы тонын да жерге алып ұрды. Әй, сен бар ғой, тайып тұр аман күніңді деп қатулана гүжілдеді біреу шығар жолды нұсқап. Амалым құрып, рульге кеп жабыстым. Әселдің тіпті көргісі де келмесе кетпей қайтем. Таяқ пен тас машинаға сарт-сұрт тиеді. Балалардың мені ауылдан шығарып салған түрі. Неге өйтеді олар? Әлде кәрі кемпірді ренжітті, тіл тигізді дей ме екен? Әлде бір бандит деп ойлай ма екен? Сол түні көл жағасын ұзақ кездім. Ай нұрына елегізген көл тынши алмай дөңбекшіп жатыр. Уа ыстық көл, суынбас, салқын тартпас көлім менің. Сол түні сен де суық ең, сұсты ең. Аударылып қалған қайықтың үстінде отырмын. Қайранға соққан толқын етегімнің қонышын жалап кейін қайтады. Ішін тартып күрсініп қояды. Біреу қасыма кеп, қолын иығыма ақырын ғана салды. Хадиша екен.